Тарихта теңдесі жоқ ел ол қазақ елі. Қашанда ел ол Қазақстан. Біздің жерімізде бір ғана отанымыз бар, ол қазақ елі. Тәуелсіздік қазақ халқының асқақ арманы мен қайсар рухының жемісі. Қазақ елінің ұландары көк байрақтың астында күн сөнгенше сөнбейміз, алға қарай өрлейміз. Біздің қазақ еліміз кең пейілді, жомарт халық. Қазақ халқы дархан халық. Өрелім маңдайынан жарық көрдім, бабалар өнегесін алып келдім. Ескерткіш елім үшін орнатпасам, мына жалған өмірге неғып келдім. Кыргызстан расми түрдө Кыргыз Республикасы Кыргызча кыргызский борбордук Азиядагы мемлекет. Борбору Бишкек 6240 миң адам. Конституцияга ылайык, ал президенттик башкаруу формасына ээ мемлекет. Біз Қазақстан көп ұлтты мемлекетпіз. Осындай көп ұлтты мемлекеттердің бірі Қырғыз ұлты. Бүгін мына біз сайысқа қатыспақпыз, өте бір қиын жолға шыққандайбыз. Таныстырып қырғызша сөз сөйлейбіз, құлақ салып барына бір тыңдаңыз. Қырғыз халқының дастарханға батасы, бақ қарысын, кідір дарысын, Құдай жалғасы, мал башынды аман қылсын барысын, әумин. Русский народ – одна из наций, живущих под одним флагом, с братьями одной семьи. Если мы изучим традиции и обычаи, которые передаются от отца к сыну, мы можем ясно увидеть традиции и сходства казахского народа. Русский народ очень цивилизованный и скромный. Русский народ очень любит веселый. Үнділер Үндістан мемлекетінің тұрғындары. Үнділерде ауыл шаруашылығы дамыған. Күріш басты мәдени дақылдары. Үнділерде индуизм, ислам, христиан діндері таралған. Үндістан бай мәдениеттің отаны. Құрметті достар, мен сіздерді бүгін Испания халқымен таныстырғым келіп тұр. Испания халқында атақты дәстүр ол коррида. Коррида ашулы бұқаға қарсы тұру.